Қайырлы күн достар, сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен таңғы асқа немесе бестің шайына банан қосылған оладьи дайындайтын боламыз. Бұл оладьиді үйдегі кішкентай сәбиіңізге де беруге болады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқамыз бен 1 қасық қантымызды жақсылап араластырып соғып аламыз. Мен кішкентай балаға беретін болғандықтан қантты аз салдым. Сіздер қалауыңыз бойынша қантын көбірек салуыңызға болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз осылай венчиктің көмегімен. Кейін үстіне айран қосамыз. Барлық ингредиенттердің көлемін описаниеда қалдыратын боламын, сол жерден көре аласыздар. Барлығын жақсылап араластырып жібереміз. Кейін бананды бөлек ыдыста шанышқының көмегімен езіп аламыз. 1 бананды алсаңыз жеткілікті. Осылай үстінен басып, жақсылап езіп аламыз. Бананымызды әбден езгеннен кейін жұмыртқа мен қанттың айранның қоспасына қосып, тағы да барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Бананды міндетті түрде жақсылап езу керек. Міне осындай болып шығады. Сұйық ингредиенттеріміздің үстіне құйып, қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Үстіне ұнымызды қосамыз. Ұнды қосқаннан кейін міндетті түрде жақсылап араластырамыз, яғни ешқандай комочкалар болмау керек. Өте оңай дайындалады. Соңынан 1 қасық сұйық май немесе зәйтүн майын қосуымызға болады. Өте тез дайындалады бұл оладьи. Қызып тұрған табамызға кішкене май жағамыз. Кейін үстіне өзіңіз қалаған көлемде оладьиларды құйып шығамыз. Міндетті түрде табамыз қызып тұру керек. Жан жақтары сарғайған кезде екінші жағын аударып, тағы да пісіріп аламыз. Шамамен 2-3 минуттай уақыт кетеді. Барлық оладьиімізді пісіріп алғаннан кейін үстіне варенье немесе қаймақ құйып дастарханға ұсынсаңыздар болады. Үйдегі үлкен кісі де, кіші сәбиіңіз де міндетті түрде барлығын жеп қояды, өте дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер, сіздермен бірге болған слушаш ас болсын.